Сәлем балалар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Қазақ тілі оқулықтарың мен дәптерлеріңді дайындап отырсыңдар деген үміттемін. Ал балалар, сабақ жалғастырайық. Балалар, өткен тақырыпта ана тілі ұлт байлығы деген тақырып өткен болатынбыз. Ана тілі бұл біздің күнделікті сөйлейтін, анамыздан алғаш естіген әлдейіміз, ол қай тілде? Қазақ тіліміз, біздің ұлттық байлығымыз, ұлттық құндылығымыз бұл қазақ тілі. Ал енді, балалар, сол қазақ тіліне байланысты мен тапсырма берген едім, бір қайталап жазайық. Мына ана тілі ұлт байлығы тақырыбы, ана тілі деген 4 шумақ өлеңді мәнерлеп оқып шығыңдар дедім, мазмұнын түсіндіңдер деген үміттемін. Ал балдар, 3-ші тапсырма үй жұмысы болған. Үй жұмысында нақыл сөздер, мақал мәтелдер, ана тілің 60 тілге татиды дейді. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді деген сияқты нақыл сөздер. Осы сөздердің мағынасын өте жақсы түсінесіңдер деп ойлаймын. Әрі қосымша дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстардың астын сызыңдар деп берілген екен. Балалар өте жақсы білесіңдер екен, дауысты дыбыс пен дауыссыз дыбысты ажырата аласыңдар екен. Үй тапсырмасын жолдаған балалардың дәптерлерінен көрдім. Ал енді, балалар, қазақ тілі пәнінде бүгін тіл қатынас құралы деген тақырыпты өтетін боламыз. Тіл қатынас құралы сабағымыздың мақсаты тіл қатынас құралы тақырыбының мазмұнын ашу және қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшелігін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу. Ал енді балалар, тіл қатынас құралы дейді. Қатынас құралы дегеніміз не деп ойлаған шығарсыңдар. Қатынас құралы дегеніміз 2 адамның, 3 адамның, отбасы мүшелерінің бір-бірімен сөйлескен кезде ең керекті, қажетті құрал ол тіл, сөйлесу. Біз сендерменен, әке-шешемізбен, достарымызбен, көршілермен, мұғалім, ұстаздармен, солармен сөйлесу арқылы қарым-қатынас жасаймыз балалар. Сөйлесу арқылы. Сонда ғана бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Мысалы, мына жерде 1-ші тапсырмада Түркияда оқитын Жазира сіңлісі Елданамен WhatsApp арқылы сөйлесті. Рөлге бөліп оқыңдар дейді. Балалар, мына жерде 2 адамның интернет желісі бойынша WhatsApp арқылы сөйлесіп жатыр. Демек, бір-біріне қалай сөйлесті олар? Жазу арқылы. Дыбыстап сөйлесу емес, жазу арқылы. Сәлеметсің бе, Елдана? Елге жақсы жеттіңдер ме дейді. Сәлеметсіз бе, Әпкетай? Біз жақсы жеттік. Қалай, Түркия ұнады ма дейді. Әрине ұнады, бірақ үйімді, достарымды сағынып қалдым. Мен де сағынып жүрмін. Туған жерге жер жете ме? Каникулда барамын. Сау бол, Ботақан. Менен бәріне сәлем айт дейді. Тезірек келіңіз, Астананың қалай құлпырып кеткенін көресіз. Сау болыңыз дейді. Міне балалар, Елдана және әпкесі Жазирамен сөйлесіп жатыр. Демек, сұхбатта неше адам қатысып тұр? 2 адам. Мәтіннен қандай тілдік ерекшеліктерді байқадыңдар? Мына мәтінде қандай тілдік ерекшелік деген кезде олар қалай сөйлесіп тұр? Олар ауызекі сөйлеу тілімен сөйлесіп тұр. Көркем мәдени тілмен емес, қарапайым, күнделікті сендер бір-бірлеріңмен, достарыңмен, әпкелеріңмен, аналарыңмен сөйлесетін тілмен сөйлесіп тұр. Соны балалар айтады, ауызекі сөйлеу стилімен сөйлесіп тұр деп. Алдағы уақытта ол қандай стиль екені туралы тереңінен білетін боламыз.
қашықта тұратын адамдардың бір-бірімен пікірлесуінің қандай мүмкіндіктері бар дейді. Міне осы сұрақ балдар дәл қазір біз бен сіздерге қатысты сұрақ сияқты, иә. Онлайн қашықтықтан оқу кезінде мұғаліммен оқушы, достарымен оқушы қалай сөйлеседі, бір-бірімен қалай пікір алмасады, қандай мүмкіндіктер бар? Әрине ол WhatsApp арқылы және осындай видео звоноктар арқылы, тағы да түрлі интернет желілері арқылы бір-бірімен достасып, сөйлеседі, бір-бірімен пікір алмасады. Осыны қашықта тұратын адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы деп айтылады, балалар. Жаңағы Жазира мен Елдана екі түрлі қалада тұрады, өте алыста тұрады бір-бірімен, бірақ не жақындатты оларды? Оларды интернет желісі жақындатып тұр, WhatsApp арқылы сөйлесіп тұр. Міне балалар, тақырыбымыздың мазмұны тіл қатынас құралы. Тіл қарым-қатынас құралы десек те болады. Біз сөйлеумен бір-бірімізбен араласамыз, бір-бірімізбен ойымызды айтамыз. Сондықтан тіл қатынас құралы деп айтылады. Ал балалар, тілдік бағдарда бізде дыбыс бүгінгі тақырыпта. Бастауыш сыныптан дыбыстың не екенін өте жақсы білесіңдер. Әріптің не екенін, әліппен. Бірақ сонда да демалыс кезінде біраз уақытта ұмытып қалған шығарсыңдар. Бүгін сол ұмытып қалған дыбыс, әріп деген не екенін бір еске түсірелік. Ал дыбыс деген дыбыстау мүшелері арқылы тіл, ерін, тіс, көмекей, өкпе арқылы жасалатын құлаққа естілетін үн, балдар. Дыбыс болмаса бізден үн шықпайды, бізді ешкім түсінбейді, балдар. Сол дыбыстардан сөз құрап бір-бірімізбен сөйлесеміз, Ал әріп сол дыбыстардың кітап немесе дәптер бетіне түсетін жазбаша таңбасы, Ол бізге көрінеді, бірақ дыбысталмайды. Ал дыбысты біз ауызбен айтамыз және естеміз. Осы сөздерді сендерге бастауыш кезінде мұғалімдерің өте жақсы түсіндіріп кеткен болатын. Ал балалар, қазақ әліпбиінде қанша әріп бар? 42 әріп бар, Оның 28-і төл дыбыстар. Төл дыбыстар деген тек қана қазақ тілінде енген, біздің күнделікті өмірде қолданатын дыбыстарымызды төл дыбыстарымыз деп айтылады. Тағы да қазақ тіліне өзге тілдерден енген сөздер бар, балалар. Ол қазақша аударылмаған, бүкіл ұлтаралық сол сөзбен қолданады. Мысалы, почта, телефон аудармасы жоқ, балалар. Почта, телефон, тағы өте көп осындай сөздер бар, соның барлығы кірме сөздер деп айтылады. Пальто, щетка деген сияқты сөздер, мысалы, орыс тілінен алынған, мүлдем қазақшаға аударылмайды, бірақ оны бүкіл қазақта, орыста барлығы түсіне береді. Сол осындай сөздерді кірме сөздер деп айтылады. Енді 28 төл дыбысты мына кітаптан көріп тұрсыңдар, оқып қайталап алсаңдар болады. Ал кірме сөздерге жаңағы В, Ф, вагон деген сөздер, фонтан дегенде Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Е, қаһарман дегенде Х, Ё деген сөздер. Міне балалар, осы сөздерді, дыбыстарды қайталап алыңдар. Ал мүлдем кірме сөздерде кездесетін дыбыстық мәні жоқ әріптер бар. Мысалы, олар дыбысталмайды. Ол жіңішке белгілік пен жуан белгілік, өте жақсы білесіңдер, балдар. Ал дыбыстар дауысты және дауыссыз болып бөлінеді екіге. Онда өте жақсы білесіңдер деп ойлаймын. Себебі 5-ші сынып болдыңдар, дыбысты білмеген дұрыс емес. Ал ары қарай тапсырма орындайық, балалар. Біз өткен тақырыптарды жақсы қайталадық деп ойлаймын. Ал енді біз тапсырма істеу үшін мен сендерге жеңілдеу тапсырма берейін. Қиын емес. Міне, 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырма. Төл және кірме сөздерге бірнеше мысал келтіріп, дыбыстарды сызба бойынша талдаңдар дейді. Балалар,
Төл сөздер деген таза қазақша өзіміздің күнделікті өмірде қолданатын сөздеріміз орыс тілінен алынбаған. Мысалдар деген бағанға астына жазамыз. 5 жазамыз. Қазақ. Төл дыбыстар. Сол жазған қазақша сөздерінің ішінен қандай төл дыбыстар кездесті? Е? О ма, Ö, ма немесе, Ö ма, Г, Д, Ж, З дегені барлық дыбыстар қосындысы болады. Одан кейін кірме сөздердегі дыбыстар. Тағы да кірме сөздер жазасыңдар төмен қарай. Қазақша жаңағы төл сөздермен араластырып. Одан кейін кірме сөздердегі дыбыстар деген, міне қазір мен щеткамен көрсетейін. Міне балалар. Мына жерге кірме сөздердегі дыбыстар деген жерге жаңа мысал пальто деген сөз жазыңдар, жіңішкелік белгісі кездеседі ол жерде. Тағы да вагон деген сөз жазған шығарсыңдар. В әріпін белгілеп қойсаңдар болады. Чемодан, чемодан деген сөзде Ч әріпін белгілеп қойсаңдар болады. Енді бұл менің айтқан мысалдарым. Өздерің тапқырлықтарыңа қарай керемет сөздер табасыңдар деген ойдамын. Ал балалар, осы 3-ші тапсырманы орындаймыз. Өте оңай. Мына жерге дыбыстарды жазыңдар деп тұр. Мына жерге кірме сөздерді. Мына жерге сөзді жазасыңдар, мысалдарды. Мына жерде дыбыстарды көрсетесіңдер, тек қана. Мынау төл дыбыстар, мынау кірме дыбыстар болып саналады. Балалар, барлығы түсінікті болды ма? Бүгін біз тіл қарым-қатынас құралы деген тақырыпты өттік. Біз сөйлеу арқылы бір-бірімізбен араласамыз, сөйлесеміз, қарым-қатынас жасаймыз екен. Ал енді балалар, осы дыбыстар арқылы сөйлейміз. Енді осы 3-ші тапсырманы орындап қоясыңдар. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, мен сабақты аяқтаймын. Қосымша осы оқулықтағы жаттығуларды оқып, мақал-мәтелдерді оқып таныссаңдар болады. Сау болыңдар балалар.